Ал мынаның аты Мари. Ал мынаның бұл мысықтың аты Мими. Тағы осындай мысығымыз Китти. Бұларды не істейсіңдер, сендер қайтып қарайсыңдар? Біз бұларды жақсы қараймыз. Біз оларды нан береміз. Олар сипалағанды өте қатты жақсы көреді. Тамақ береміз. Олар сипалаған кезде көздерін жұмып ұйықтап қалады. Бұл Мими өзінің ішігіне кірсе өзі өте қатты қуанады. Біз оларды сипасақ, олар ұйықтап қалады. Олар нанды, тамақты жақсы көреді. Күшін. Бұл өте сүйкімді мысық. Бұның түсі қара мен ақ араласқан. Өте әдемі мысық. Көздерінің түсі ішіндегісі қара, мамасы міне. Бұл мамасы өте үлпілдек. Бұның аты үлпілдек. Біз өте жүні мақтадай болғандықтан үлпілдек деп қойдық. Бұл да сипаласа ұйықтап қалады. Ал бұл Китти. Бұл ақ пен кішкене қоңыр араласқан, өте сүйкімді. Оны үйшігіне анасының жанына салайық. Бұл Том. Бізде бұның негізі бойы оның ұзын, ал бойы бұл 20 минут бұрын туылған, ал ол бірінші туылған. Сол үшін бұның атын Том, ал дәуінің атын Бекки деп қойдық. Қандай сүйкімді көрдіңдер ме? Оны анасының жанына қояйық. Қарындары ашқан шығар. Мен алайын ба? Олар нан жейтін. Анасы қарны ашқан соң үйшігіне кіріп нан жеп отыр. Және баласы да нан жеп отыр. Бұл Мари өте сүйкімді. Бұның түрі осындай. Басқа мысықтарға қарағанда өзгешелеу. Басқа мысықтардың жүндері кішкене көтерілген, ал бұның жүні жинақы, әдемі. Бұл сипаласа бір орында тұрып қалады. Өте сүйкімді. Қандай сүйкімді мысықтар. Қандай сүйкімді. Мынау Бекки. Анау жақта ол Том жүрді, Бекки анасының жанында жүр. Ал олардың үйшігі өте күшті. Олардың екі үйшігі бар. Біреуі үйдегі осы үйшік, ал біреуі далада. Сау болыңыздар. Мысықтармен көп түсіріңіздер. Олар өте үлпілдек болып, үйге жақын болып келеді. Олар тырнаса да өте мейірімді. Ол дұрыс айтады. Сау болыңыздар. Олар біздің шашымызбен ойнап жатыр. Қараңыз, мына мысық біздің шашымызбен ойнайды екен. Және мынау мысықта. Том мен Бекки біздің шаштарымызбен ойнайды екен. Біреу менің шашымды тістеп алды. Өте әдемі ойнап жатыр. Бұлар ойнақы мысықтар. Олар жіппен аяқты жай сырғытсаң ойнайды. Олар тістейге, олар нанды және осындай ойындарды. Ана екіншін ойнатсаң. Ана көше телевизор. На ойнайды. Том
мен Том көп Бекки көп ойнайды. Бекки ойнаған жақсы көреді. Том да ойнап жатыр. Том ойнап жатыр. Жай сермесеңіз де сіздердің де қолдарыңыздан келіп мысықтарыңызды ойнатуларыңыз мүмкін. Оның тырнағына қалды ол, бірақ жақсы ойнап жатыр. Сау Сау болыңыздар.